Рахмет, қазіргі таңда енді өзекті мәселе деп білем, сержант Болатқа қатысты істі барлығымыз қарап отырмыз ғой. Ол жерде адам өліміне әкеліп соққан қылмыс болғандықтан да бұл жаңа рақымшылық актісі қолданылмайды бұл іске қатысты. Бірақ ол жерде бұзақылық бабымен ол енді орта жоқ, қалай болған жағдайда да абайсыздық адам өліміне әкеліп соққан баппен байланыстырылатын болса, онда оған қатысты рақымшылық актісі қолданылмайды. Жоқ, ол жерде адам өліміне қатысты бір ғана адам сотталды. Қалғаны бұзақылық бабымен сотталды. Егер бұзақылықтың бірінші, екінші бөлігі ғой жататын, ал қалған үшінші бөлігі ол бұзақылықтың салдарынан жаңа бұл енді құқықтық терминология дұрыс түсіндірулерді сұраймын. Адам өліміне әкеліп соққан жағдайда сен қандай да бір болмасын әрекет, ол жерде жеке тұлғаға қарсы бағытталған қылмыстардың барлығына жатпайды. Егер адам өліміне әкеліп соққан болса, адам өліміне әкеліп соққан болса, сіздің бұзақылық қылмыстарыңыз нәтижесінде адам өліміне әкеліп соққан болса, онда қолданылмайды. Демек, кәмелет жасына толмаған сотталушыда әлеуметтік. 434-ші бап болып қылмыстық хабарламау. Қылмыстық хабарлама бізде ол 434-ші бап жатады. 434-ші бап жатады. Қылмыстық хабарлама. Ал әлеуметтік бұл жерде егер мына 4-ші баптағы фильтрге тап болатын болса, яғни заң жобасының 4-ші бабында қандай баптар бойынша рақымшылық қолданылмайтындығы нақты көрсетілген. Егер сол бапқа сәйкес болатын болса, сіздің алдында сұрағыңызды қамти кетейін, онда кәмелетке толмаған болса да, яғни әлеуметтік осал топқа жатса да, оларға қолданылмайды.